Амансыз телекөрермен, қайырлы күн, қазақ елі Ақжайық арнасында ақпаратты сазды күн шуақ бағдарламасы кезекті шығарылымға кіріседі. Бүгін жұма, тілектер қабыл болатын күн, ендеше қылған амалдарыңыз, тілеген дұғаларыңыз қабыл болсын. Баршаңызға тек көтеріңкі көңіл күй тілейміз. Осы апта сәтті түйінделсін дегенде тілек бар. Ендеше қымбатты көрермен, хабардың басын әдеттегідей әуезді әнмен бастайық, кейін студиямызға келген қонақтармен сұхбатымызды жалғастыратын боламыз. Ендеше арнамен бірге болыңыздар. Бәрекелді қымбатты көрермен, қатарымызға енді ғана қосылсаңыздар, Ақжайық арнасында ақпаратты сазды күн шуақ бағдарламасы болып жатыр. Тікелей эфирдеміз. Бүгін біз жүректің көзі ашылса деген тақырыппен, жалпы Абай атамыздың өлеңін арқау ете отырып, жүректің көзі ашылса, хақтықтың түсер сәулесі, іштегі кірді қашырса, адамның хикмет кеудесі. Яғни адамның жаны, ішкі дүниесі ояу болса,
алмайтын асуы, жетпейтін белесі жоқ. Бұл өмірде бүгінгі біздің қонақтарымызбен тақырыпқа сай таныстыруға рұқсат етіңіздер. Қаламыздағы облыстық зағип жандарға және көзі нашар көретін жандарға арналған арнаулы кітапхананың қызметкерлері деуге болады. Оның ішінде кітапханашы Әсем Сағынғалиева және аталмыш кітапхана оқырманы Мақпал Мұхамбетова келіп отыр. Ендеше қош келдіңіздер, қымбатты қонақтар. Апа, қош келдіңіз. Көңіл күйіңіз жақсы ғой? Жақсы. Алдымен енді үлкеннен сөз бастаған адамбыз, халыққа амандасып, өзіңіздің бір бүгінгі күнге деген тілегіңізді жеткізуге рұқсат. Рахмет. Қайырлы күн. Қайырлы күн. Келгенімізге студияға қуаныштымыз. Қыздарға көп рахмет, осылай алып келіп, сіздермен таныстырып атқан. Жақсы көңіл күйде отырсыз, апа, ең бастысы. Жақсы. Бағдарламамыздың аты күн шуақ болғаннан кейін, қонақтардың көңіл күйін сұрау әдетке айналған. Ең бастысы жақсы көңіл күймен қазір әдемі әңгіменің тиегін тарқатамыз деп есептеймін. Енді Әсем ханым, негізгі мамансыз болғаннан кейін сізден жалпы осы кітапхана туралы, орталық туралы сұрайын. Қош келдіңіз. Қазіргі таңда жұмыстарыңыз қалай жалғасып жатыр? Қош көрдік, рахмет сізге. Тағы енді Батыс Қазақстан облыстық зағип және нашар көретін азаматтарға арналған кітапхана республикамыздың батыс өңіріндегі жетекші кітапханалардың бірі. Енді өткен жылы ғана кітапханамыздың 50 жылдық мерейтойын атап өттік. Енді кітапхана туралы айта кетсем, кітапхананың енді негізгі басты міндеті зағип жандарға және көру қабілеті бұзылған балаларға кітапханалық қызмет көрсету болып табылады. Ал негізгі мақсатымыз осы зағип жандарға сапалы қызмет көрсету, әдебиеттер бойынша нұсқаулық көрсету, жалпы бір сөзбен айтқанда рухани білімдерін байытуға көмектесу деп айтсақ та болады. 50 жылдық тарихы бар, иә? Иә. Енді оқырман саны қаншалықты, қандай қызметтер көрсетесіздер, нақтырақ толықтырып айтсақ? Енді жаңа айтып өткенде 50 жылдық тарихымыз бар. Енді кітапхана 1969 жылы құрылған. Осы кезге дейін кітапханада біздерде 3000-нан астам оқырмандар санымыз бар. Енді зағип жандар, оның ішінде 800-ге жуық зағип жандарымыз бар. Енді негізгі міндеті жаңағы айтып өткеніміздей, зағип жандардың сұранысы бойынша әдебиеттермен қанағаттандыру болып табылады. Олар өздерінің сұраныстары бойынша қандай әдебиеттер оқығылары келеді, негізгі қандай ақпарат алғылары келеді, сол іздену мақсатында кітапханаға келеді. Енді біздер айтып өтсем, мысалы өзіміздің еліміздегі әртүрлі қалалардан, Шымкент қаласынан, Алматы қаласынан бір айлдық түрінде біздің арнайы зағип оқырмандарымыз үшін бедерлі нүктелі қаріп түрінде кітаптарымыз бар, көрсете кетсем. О бедерлі нүктелі қарып түрінде мәселен, бұл Абай атамыздың өлеңдер жинағы. Иә, өлеңдер жинағы. Бұны зағип оқырмандарымыз саусақ ұшымен оқиды. Осындай кітаптар арнайы зағип оқырмандарымыз үшін бар, және де электронды түрде кітаптарымыз бар, дыбыстандырылған түрде кітаптарымыз бар, және де мына көпшілік оқырмандар үшін жайпақ баспа қаріп түрінде кітаптарымыз бар. Осы кітаптармен толықтырып отырамыз кітапханамызды. Кітап қоры жеткілікті. Кітап қоры жеткілікті десем де болады. Өзіміздің кітапханамызда дыбыс жазу студиясы ашылды. Осы дыбыс жазу студиясында біршама қызметтер атқарады. Кітапхананың ішіндегі оқырмандардан келіп түскен сұраныстар осы дыбыс жазу студиясынан шығарылады. Және де айтып өтсем, күні кеше ғана бізге қуанышты жайт, Қазақ радиосының дикторы, бәріңіз білетін боларсыздар, Қазақстан Республикасы мәдениет қайраткері Аманжан Еңсебайұлының кітаптарымен кітапхана қоры толықтырылды күні кеше ғана. Сол кісінің керемет кітаптары кітапханаға келіп түсті. Ода оқырмандардың сұраныстары бойынша. Бәрекелді. Енді апамызға сөз кезегін берейік. Мақпал апа, бұл кітапхананың қашаннан бері оқырманысыз? Мен үшіге жұмыс орналасқаннан бастап оқырманымын. Жолдасым Алматының көз көрмейтін школын бітірген. Ол кісі мына бір ай іші оқиды. Мен енді бұлай әлгі дыбыстандырудың нелер тыңдаймыз ғой ана. Электронды түрде кітаптарда. Электронный түрінде.
Енді ол кісі 45 жыл істеді, мен 40 жыл істедім осы жерде, осы мекеменің ішінде ғой енді бұл кітапхана. Бұл бізге өте жақсы болды, өте сүйеніште, таянышта болды. Кеше қиыншылық кездерде де сол кітаппенен енді балдар да бәрі оқығанда сол кітаппенен айналысып оқыдық қой, керегіміз сол жерден аламыз, мұқтажымызды. Ол керек затымыз сұраймыз, таба алмай жатқан затымыз тауып береді қыздар. Бұл сұраныстарыңызды қанағаттандырып жатыр. Ризасыз ғой. Ризамыз. Бұл қыздардың тіпті қайық бұрынғы істегені болсын, қазіргі істегені болсын, кітапхана деп аты бөлек, оның кітап деп дыбысы шығып тұр ғой, кітап деген. Солдай ол қыздардың істеп жатқаны, сол маманы сол болғасын, бұл қыздардың ерекше біздерге көңіл бөлуі де, біздер қандай қиыншылықта жүрсек те, мына қыздарды көргенде мұтып, жаңа қиыншылығымызды мұтып, солай қыздарды көріп қуанып кетеміз. Сол кітаптарын енді өзіміздің керегіміз сұрап аламыз. Жаңағы газетте шыққан не шықты, соларды сұрап оқимыз. Кеше жұмыста отқанда тіпті өте келіп оқып кетеді, қыздар келіп сұраймыз, мынандай тапсырма беріп жібереміз, өзіміздің сұраған тапсырмамыз сол. Бір ұл бір қыз өсіріп отырмын. Сол жолдасым осы екеуміз бірге осы жерде мекемеде жұмыс істеп, былтыр ғана шықтық. Зейнетке былтыр ғана шықтық деген. Жақсы, Мақпал апа, сөзіңіз аузыңызда, жалғастырамыз әңгімемізді. Бізде қоңырау келіп қалған екен, ендеше қабылдайық. Көрермен тыңдап тұрмыз, сәлеметсіз бе? Өзіңізді таныстырып өтсеңіз. Сәлеметсіз, қайырлы күн. Қайырлы күн. Мен де осы кітапханада қоғамның мүшесімін. Сырласу клубының сендер қабылдап, осылай келісіп несіпатқандарыңа қуаныштымын. Есіміңіз кім? Бірінші. Айта беріңіз. Батым құсылып қалып жатырмын. 51 жылға атым Күнзипа, 51 жылғымын. 68 жылы келгенмін, содан бері жұмыс жасап, содан бері дегенмін 2007-ге дейін жұмыс істедім, содан соң пенсияға шығып кеттік. Содан бері кітапхананы 72 жылдан бері кітапханада алып кітап тыңдап отырдық, дұрыстандыру жаңағы. Сөйтіп отыратын ризамыз, мына қыздарға, қара көзге де бәріне де осылай басымызды қосып сөйтіп жүретін еді, жақсы еді. Мына карантин болып қалдық, қазір енді үйде отырып қалдық, ауырып, ойлап ешқайда шықпағасын. Қыздардың бәріне ризамыз, рахмет, сендерге де рахмет, айналайын. Еліміз тыныш, аман есен осы індеттен қосылып, бұрынғыдай жақсы жайдарман бол, аман есен кездесуге жазсын. Әмин апа, рахмет, айналайын. Бар өзінше біліп несіпатқан орамалдарымызды тартып, орамал тартқызып, қыздар шайын әзірлеп, Қаракөз Қасымқызы бар, бәрі, бүткіл қыздар бәріне ризамыз, рахмет көп-көп, алды ризамыз, аман болыңыздар. Бәрекелді. Сіз де ауырмаңыз, ең бастысы. Саулығыңыз мықты болсын. Әлі де жақсы кездесулер алда деп есептейміз. Алғысын жеткізіп жатыр. Міне оқырманның бірі ғой деймін, Енді жаңа хабарласқан көрерменіміз айтып кетті ғой, Сырласу клубының мүшесімін деп, енді көрермендерге түсінікті болу үшін айта кетейік. Осы аталмыш кітапхананың ішінен қыз-келіншектерге арналған Сырласу клубы ашылған болатын. Жуырда ашылды ғой. 2017 жылы ашылды. 2017, 3 жыл бойы жұмыс жасап келе жатыр екен. Қызметінен нақты тоқталатын боламыз. Енді қымбатты көрермендер, егерде сауалдарыңыз болмаса, тілектеріңіз болса, хабарласуға болады. Тікелей эфирдеміз. 837-264-15 нөмірінің WhatsApp желісі SMS-тер үшін ашық, ал 28-58-69 нөмірі қоңырауларды қабылдайды. Мақпал апа, әңгімемізді жалғастырайық. Енді қыздардың жұмысына өзіңіздің разылығыңызды танытып жатырсыз, Көбіне қандай кітаптар қызықтырады? Көбіне қандай тақырыптар, қандай жанрларды сұратасыз қыздарға? Біздер енді бұлай жанрлар сұратқанда кілең осы Абайдың өлеңдері жаңағы әдебиет, қазақ әдебиетінің. Қазақ әдебиетін. Қадыр Мырзалиев, сондайларды аламыз ғой бұлай. Сондай да сұраныс біздерде сол. Әркім өзінің қалауынша сұрайды ғой, бірақ менің қалауым сол. Сол жеке қалауыңыз сұрап отыр. Сол жеке қалауым сондай жақсы, мынау өлеңмен солай оқылған кітаптарды жақсы көрем. Поэзияны жақсы көрем, поэзия кітаптарды. Оның ішінде енді сөзіңізден аңғарып қалдық. Абай Құнанбаев пен Қадыр Мырзалиевтің шығармашылығын ерекше бағалайтын сияқтысыз, Бәрекелді. Енді Әсем ханым, Сырласу клубына көшсек.
Осы клуб туралы толығырақ айтып берсеңіз, қандай қызметтер атқарады, нендей көмегі тиіп жатыр? Сырласу клубы 2017 жылы ашылды. Енді біздің кітапханаға оқырмандардың қызығушылығын арттыру бағытында түрлі клубтар мен үйірмелер жұмыс жасайды. Соның бірі осы Сырласу клубы. Енді Сырласу клубын ашудағы мақсатымыз, мысалы, кітапханаға келген қыз-келіншектердің бос уақытын тиімді ұйымдастыру, отбасылық құндылықтарды насихаттау, ұмытылған салт-дәстүрлерді жандандыру, және де осы қыз-келіншектер өз-өзіне тиімді ортада уақыттарын өткізу болып табылады. Және осы ортада өздеріне қажетті кеңестер, ақпараттар ала алатын. Қанша адам бар құрамында? Құрамында 40-тан астам қыз-келіншектер бар. Оны жас шектеулігі 16 жастан жоғары қыз-келіншектер, аналарымыз, жеңгелеріміз, бүгінгі көріп отырғандарыңыздай Мақпал әжеміздей әжелерімізге дейін бар. Ақыл кеңестерін жастарға беріп отыратын кездер болады. Жалпы қандай да болмасын тақырып талқыға салына ма? Әрине талқыға салына отырады. Негізгі қазіргі заманда өздеріңіз білетіндей көп жастар бұрынғы ұлттық салт-дәстүрлерді, тіпті қарапайым қазақтың дастарханында болатын ұлттық тағамдар түрлерінде ұмыт болып бара жатыр. Сол туралы кеңінен насихаттайтын біздерде отырыстар өтіп өтеді, тақырыптық кештер. Мысалы, атап өтетін болсам, осы кешегі індет басталғаннан кейін де біздерде қызу жұмыстанып жатыр. Оның ішінде көптеген шаралар өткізілді. Жалпы біздер мысалы өңірімізге танымал, батыр, беделді, іскер, көшбасшы әйелдермен жиі кездесулер өткізіп тұрамыз. Соның бірі Ақтау қоғамдық бірлестігінің жетекшісі Алтынай Искалиевамен, сол қоғамдық бірлестігінің мүшесі Балғаным Салауат қызымен, және де өздеріңіз білетіндей облысымыздың танымал ақыны Дариға Кеңесбай қызымен кездесу кештері өткізілді. Мәдениет саласында көп жылдар бойы еңбек еткен Нәбира Қалел қызымен кездесу кештері өткізілді. Негізгі клуб мүшелері өздері әрдайым ұсыныс айтып отырады. Өздеріне қызықты тұлғалармен осындай кездесу кештерін өткізсек, осындай қоятын сұрақтарымыз бар еді деп, сол бойынша біздер жұмыстанамыз, кітапханаға шақырамыз, кездесу кештері, тақырыптық кештерін өткіземіз. Жақсы, жалпы клубтың жұмысы осылай жалғасып жатыр, иә? Енді қазір біз шағын үзіліс жасап, музыкаға кезек берейік, қымбатты көрермен. Әуен тыңдап алыңыздар, кейін әңгімені жалғастыратын боламыз. Бізбен бірге болыңыздар. Келгенде көктемі
жерде түрлі шаралар өткен екен, е. Қымбатты көрермен, біз хабарымызды жалғастырамыз. Бұл жерде әдемі фото-альбом жасаған екен. Сырласу қыз-келіншектер клубының аясында өткізілген шаралар, е. Қарап отырған өте көптеген шаралар. Сахнаның үстінде де, е, халықтың алдында да көптеген шаралар өтіпті. Өзара жиындар, әжелеріміз қандай керемет басына ақ орамал тартып, е. Мына жерде бір арқа-жарқа болып әңгімелесіп жатқан көріністер өте көп. Енді бұл бүгінгі жинақталған суреттер ертеңгі бір архив боя мұрағат болып қалады. Бұл шаралар жиі өткізіліп тұра ма? Әрине, жиі өткізіліп Әр тұрады. мерекені арқау етесіздер, е? Осы мерекелерден тыс өзіндік қандай бір шаралар болады? Жақсы тәрбиелік мәні зор. Мерекелерден тыс өзімізге атаулы даталар, сұраныстар бойынша отырыстар өткізіліп тұрады сырласудың. Енді айта кетсем, биыл ұлы жеңістің 75 жылдығына орай өңіріміздің батыр қыздарын, батыр апаларымызды насихаттау барысында Қиуаз Дұспанованың ерліктерін насихаттауда тақырыптық кештер оздырылып отыр біздерде. Олар өткізілді. Енді бұнда Қиуаз негізгі мақсатымыз осындай апаларымыздың ерлік жырларын насихаттау болып табылады. Одан кейінгі әлем әйелдермен әсем, ұмытылған қазақтың салт дәстүрлері, әжелер кеңесі тәрбие мектебі, ұлттық тұрғыдағы тәрбие бағытында өткізілген осындай отырыстарымыз бар, өткізілген. Енді айта кететін болсам, Сырласу клубының кеңеш мүшесінің жетекшісі Мақпал апаның ұсынысымен әрдайым осындай отырыстарда бүгінгідей көріп отырғандарыңыздай әжелеріміз кимешек киіп, орта жастағы аналарымыз басына ақ жаулықтарын тартып үнемі солай келеді. Бұл енді керемет үрдіске айналды десек те болады. Қазіргі кезде азда болса өзімізді үлесімізді қосайық деп келешек ұрпаққа осындай үлгі ретінде көрсетейік деген осындай әжелеріміздің ұсынысы. Және де біздерде шараларда әжелер кеңесі тәрбие мектебі деген шарамыз өтті. Енді өзіңіз білетіндей қазақта керемет үрдіс қалыптасқан ғой. Алғаш сәби дүниеге келгеннен бастап оларда ата әжесінің бауырына басу, үлкендердің жанында тәрбиелеу деген секілді. Енді өз басым ойлаймын, керемет, мысалы, белгілі тұлғалар негізінен ата әжесінің жанында өсіп өнген тұлғалар ғой. Олардың жанында өскен балалар ешқашан жаман болмайды. Сондықтан да қазіргі кезде мысалы балаларға алғаш сәби дүниеге келгеннен бастап бесік жырымен сусындатып, оларға әлдей-әлдейін айтып өсіретін әжелер, ертегі жырымен сусындататын әжелер көбірек болсын деген мақсатта осындай тақырыптық кештер өткіздік. Және де Мақпал апаларымыз сол клубтың мүшелері арны белсенді қатысып, өздерінің бесік жырларын айтып балаларға. Осындай тақырыпта өткіздік кештерді. Енді әжелерімізбен қоса орта буын, жас буын да қатысқан болар, е? Иә, олар да әрине қатысып отырады. Орта буындағы осындай әжелеріміз өзінің үлгі өнегелерін беріп көрсетіп, ақылдарын беріп отырса, енді орта жастағы аналарымыз, жеңгелеріміз, олар да өнерден алыс емес, көбіне олар дейтін өздерінің өнерлерін көрсетіп, ән шырқап, би билегенді ұнатады. Біздер жан жақты қамтимыз. Қандай қызығушылықтары бар, соларды қамтып отырамыз. Айта кетсем, өткен жылы ғана мейірімділік жолы жобасы аясында жақын аудандарға түрлі концерттік бағдарламалармен барып қайттық. Осында Сырласу клубының мүшелері өздерінің өнерлерін көрсетті. Бір сөзбен айтсам, 8 қырлы, 1 сырлы десем де болады. Ән жағынан да, би жағынан да. Ән де айтады апамыз, е? Иә, айтады. Тіпті көркем әдебиеттердегі көріністерді, кейіпкерлерді сомдау, күлкілі нелер көрсету бағытында. Қандай мекендерге бардыңыздар? Сырым, Тасқала, Қаратөбе, Шыңғырлау, Казталовка аудандарына барып өнер көрсетіп қайттық. Бәрекелді. Апа, енді Мақпал апа, Әсем ханым айтып отыр ғой, түрлі мәселелерді қозғаймыз, әсіресе әжелер мектебіне ерекше мән беріп, жастарға ұғындырғымыз келеді деп, е? Енді осы әженің тәрбиесі, әженің осы өмірдегі алар орны туралы өзіңіз не ойлайсыз? Әже дегенде мен
Шабанның баласымын ғой, не, өзімнің әжем болды, ол деген 90-ға келіп қайтыс болды. Сол әжемнің қолында өскесін, мен енді әженің тәрбиесін көп көрдім. Әже деген өте құрметті. Енді қарты бар елдің қазынасы бар деп бекер айтқан жоқ қой. Үлкен кісі болғанда өзі бір 2 ағайынды, әкем 2 ағайынды екен, біреу соғыста қалған. В общем, 9 жаннан қалған жалғыз қарағым деп отырады. Соған қарағанда 9 кісі қайтыс болған, соғыста қалған, соғыста қалып, былай қайтыс болған. Сонда тек қана сол баласын солай айтып отыратын еді әжем. Сонда деген кәдімгі неше түрлі жырлар, өзі өлең айтқан кісі екен, өлеңді де айтып отырады, жаңағы ақыл кеңесін, мына келіні 40 жыл әкем жоқ болып кетті соғыста. Ол пленге түсті ме, енді оны жаңа көп айтпады ғой, ана кезде көп бәрін жариялап былай айтқан жоқ қой. Жоқ болып кеткенде сонда деген анам деген күтіп, сол кісіні күтіп отырған. Сонда деген айтады, мына кісіге көмекші болыңдар. Бұл кісі деген өзі келінен мақтап отырады айтыру. Мына кісі деген өте бір киіндіріп қойсаң, қара торының әдемісі ғой деп. Жалпы әженің тәрбиесімен сусында өстіңіз, иә? Иә. Жастарды шақырасыз, иә? Иә, жастар балдар әжесінің қарауында, әжесінің қамқорында болса екен дейміз. Кейбіреулер қазіргі заманда карт ойнап, тағырдың етсірген әжелер де болар. Енді біреу көпке топырақ шашпайық. Бірақ әженің қолындағы балалар ерекше болады ғой, жаңа әсемді айтып кетті ғой. Ерекше болады әжесінің балдары. Жалпы әже мектебінен өткен бала жаман болмайды, иә? Иә. Сөздің түйіні. Енді жаңа айтып өттіңіз ғой. Абай шығармашылығын ерекше жақсы көремін. Қадыр Мырзалиев атамыздың өлеңдерін сүйіп оқимын деп, иә? Бізге бәлкім көркем сөз оқып берерсіз, жыр оқып берерсіз. Абайдың 175 жылдығына байланысты әсемпаз болма әрне деген осы өлеңін өзім сүйіп жақсы көрем әуелден. Ол енді ішінде неше түрлі жақсы сөздер ғой, былай адамға жағымды. Әсемпаз болма әрнеге, өнерпаз болсаң арқалан, сенде бір кірпіш дүниеге, кетігін тап-табар қалан, қайрат пен ақыл жол табар, қашқанға да қуғанға, әділет шапқат кімде бар, сол жарасар туғанға, бастапқы екеу соңғы сөз, біте қалса қазаққа, алдың жалын артың мұз, барар едің қай жаққа, пайданы көріп басырып, мініңді ұрлап жасырып, майданға түспей бәйгалма, өзіңде бар мен көз көріп, артылам деме өзгеден, күндестігін қоздырып, азапқа қалмай ізбеген, ақырын жүріп анықпас, еңбегін кетпес далаға, ұстаздық қылған жалықпас, үйретуден балаға. Ой, бәрекелді. Үлкен рахмет. Тағы қандай өлеңдерін білесіз? Бұлай Абайдың өлеңді әсемпаз, нелерін білем ғой, бұлай бәр өлеңді де бұлай жатқа білеміз. Бірақ бұлай айтып атқанда, тартып атқанда қосыламыз ғой. Бұлай келгеннен осы клубқа қатыстым, осы библиотеканың жанында жүрдік. Мына қиыншылық кездердің бәрінде осы библиотека жанымызға жалау болды деп айтуға болады. Кешелгі қиыншылық көріп атқанымызда, біз қиыншылық көріп атырған жоқпыз дегенбіз, жоқ, концерт қойып, осы жаңа библиотеканың шараларына араласып, жаңа беске салу, сондайларды көрсетіп, сондайлармен солай жүрдік негізі кеше. Қиыншылықты біздер білген жоқпыз деп айтуға болады. Қиыншылықтар болды ғой, жұртпен бірдей көрдік, бірақ біздің қиыншылығымызды осы қыздар, осы клуб, библиотека осылай жасырып отырды, жауып отырды. Бәрекелді. Шынына қалғанда. Көңілдеріңізге медет болып, осы кітапхана ұжымы сіздерге бір жақсы көңіл күй сыйлаған екен ғой, иә? Карантин кезінде. Енді карантин кезінде әрине барлық жұмыс орындары онлайн форматқа көшті. Сіздерде де солай шығар. Осы карантин кезіндегі жұмыстарыңызға тоқталып өтсеңіз. Осы кезге дейін сырласу клубы қызу жұмыстанып келе жатыр дедім ғой. Енді барлығымызда осы карантин, осы жаман індет басталғалы бері аздап енді абдырап қалғанымыз рас. Бірақ енді өзіміздің бойымызды тез жинап, осы оқырмандармен карантин кезінде тығыз қарым-қатынаста болып, барлық шараларымыз онлайн режимде өтті. Клуб мүшелерімен барлығымен телефон арқылы байланыста болдық. Мысалы, Мақпал апаларымыз, Күләш апаларымыз,
Бағила апаларымыз үйде өздерінің видео, бейне роликтерін жіберіп отырды. Жаңағы айтып отырғаным, әжелер кеңесі тәрбие мектебі деген шаралар өтті дедім ғой. Осы шараларда Мақпал апамыз өзінің былтыр ғана немерелі болды. Сол немересін бесікке салып көрсетті, бесік жырын көрсетті. Күләш апаларымыз бесік жырын айтты. Енді басқа да апаларымыз бар. Сырласу клубында Гүлнәр апаларымыз, Айымгүл апаларымыз. Олар өздерінің қазақтың ұлттық тағамдары туралы айтып, қазақтың ұмытылған салт дәстүрлері туралы айтып өтті. Енді жаңа ғана айтып өтетіндей, қазіргі көбінесе жастарымыз салт дәстүрлер көп біле бермейді. Соның ішінде ұмытылған салт дәстүрлерді көп біле бермейді. Енді Мақпал апамыз керемет салт дәстүр бар ғой, көгентік, жең құйрық деген сол дәстүр туралы кеңінен тоқталып атап өтті. Расымен де Мақпал апа, қазір салт дәстүрді әсіресе мына кішкентай бөбектерімізге көбірек үйретуіміз керек, өскелең ұрпақ біздің салт дәстүрімізді ұмытпау керек қой. Айтып отыр Әсем ханым, сізді ерекше салт дәстүрлерді айтқысы келеді ұрпаққа, осыны білсінші деп өзіңіз тоқталып отырыңызшы. Балдарға енді тілі шығу үшін да бұлай енді жақсы ғой. Бесік жыры да жаңа құлағына сіңіп өседі деп енді. Сол жақсы ғой, қазақтың нағыз өзінің несі, құрпы несі осы балдарға Құттай күнінен сөйлеп, тілін қазақша шығарсақ деген арман ғой енді. Менде бір жиенім бар кішкентай. Кеше енді негізі кеше олайында отырғанда өте қызық болды. Мына бесікке салып, ол енді жастан асып кетті ғой. Менің есім тандырып тартқыштап әнжерім мынау незет, анау незет деп жаңағы бесікке салуды өткізгенімізде бесік салуды көрсеттік қой, енді салып бесікке жатқызып. Қара терге түсіріп, өлеңді де айтқызбай, жаңағы енді Құттай күнді айтқанмен қазір енді жатпаймын деп бесікке енді мына бесікке кім жатады деп жинақ қойып қойып. Жиеніңіз бар, иә? Бар жиен. Бәрекелді. Енді жаңа өзіңізде әже тақырыбын жақсы қозғап өттіңіз. Қыздан туғанның қиығы жоқ деп айтып жатады, иә? Енді жиен де немере секілді, жалпы немере жиендерге барынша әженің айтатын ақылын саналарына сіңдіріп жүрсіз ғой, иә? Салт дәстүрлерден хабар беріп дегендей, енді әр отбасында жүзеге асатын шаруа болуы тиіс, иә? Әркім өзінің отбасынан бастаса, әрине біздің ұрпақ бұндай ұлттық құндылықтарымыздан бейхабар болмайды. Бізге келіп түскен СМС бар. Қайырлы күн, менің есімім Балнұр. Бұл кітапхана өте керемет кітапхана, әсіресе жылы шыраймен қарсылап алатын қыздарына алғысымды білдіремін. Қызметтеріне сәттілік тілеймін деп сіздердің оқырмандарыңыз, біздердің көрермендеріміз жазып жіберіпті. Енді жылы шырай дегеннен шығады, әрине жұмыстарыңызда бұл міндетті, иә? Мейірім шуағы төгілуі, әр адаммен қарым-қатынас, үлкен сабыр керек. Солай ғой, өзіңіз бұл кітапханаға қашан келіп едіңіз, Әсем ханым? 2011 жылы келдім кітапханаға. Енді алғаш келгенде осы кітапханаға көп нәрсені білмейсің ғой, өзіңе үлкен алдыңғы буындағы апа кітапханашыларымыздан бәрін үйрендік енді. Бұл кітапханада жасаудың өзі бір мақтаныш, бір ғанибет десем де болады. Осы кісілерге кішкентай көмек беріп, үйге келгеннің өзінде кәдімгідей бір демалып қаласың. Енді бір 10 жылдай болған болар жұмыс жасағаныма. Енді біздің зағип оқырмандарымыз біздерде кітапханашылар аз, бірақ солардың барлығын уже даусынан, жүріс-тұрысынан танып отырады. Тіпті алыстан келе жатсақ та, мысалы, Мақпал апа, Төлеген ағаларымыз, «Ай, Әсем, бұл сен бе едің?» деп алыстан танып отырады. Сол алыстан танып қалады, дауыстарымыздан, жүріс-тұрысымыздан. Әрбір оқырманға жеке бір ыңғайды тауып, әрбірмен сырласуға тырысасыздар, иә? Кейде көңіл күйі жоқ болғанда көңіл күйін табуға тырысамыз. Енді бұл кісілер көбіне кітапханаға ақпарат алуға келеді ғой. Енді мерзімді басылым беттерінен ақпараттарды оқып, кейде көңіл күйі болмай отырғанда жаңа қуанышты әңгімелерді оқып, кейде күлдіртіп, солай көңілдерін аулаймыз. Бәрекелді, ендеше осындай көңіл деген әңгімеден көңілімізді одан сайын көтеру үшін біз әдемі әнге кезек берейік. Тағы бір мәрте қымбатты көрермен, арнадан алыстап кетпеңіздер, сәлден соң міндетті түрде жолығамыз.
де сені сағыну өмір заңы деседі аңсап өткенді қанша көктемді шығарып салған қимай жанымды қинай тағдырыма кеттің сен сыймай неге жүрек бір сәт тынбайды неге мазалайды бұл қайғы неге күлкім тұрмайды неге сезім сөніп қалмайды неге сені ұмыта алмайды неге адамға үміт алдайды неге әзірге аман жаралы жапырақ жүрек барады қурап еркелегені өртеген демін бәрі де бүгін арман азапқа салған ақ құсымсың алыста қалған неге жүрек бір сәт тынбайды неге мазалайды бұл қайғы неге күлкім тұрмайды неге сезім сөніп қалмайды неге сені ұмыта алмайды неге адамды үміт алдайды қол жетпес арман ақ құсымсың алыста қалған неге жүрек бір сәт тынбайды неге мазалайды бұл қайғы неге күлкім тұрмайды неге сезім сөніп қалмайды неге сені ұмыта алмайды неге адамды үміт алдайды жүрек бір сәт тынбайды неге мазалайды бұл қайғы неге күлкім тұрмайды неге сезім сөніп қалмайды неге сені ұмыта алмайды неге адамды үміт алдайды сағынып жүрмін Хабарымыз жалғасып жатыр, қымбатты көрермен. Тікелей эфирде күн шуақ бағдарламасы, бізбен бірге болыңыздар. Ал біз әңгімемізді жалғастырамыз. Бүгін бізде облыстық зағип жандарға және көзі нашар көретін азаматтарға арналған арнаулы кітапхананың маманы Әсем Сағынғалиева және оқырман асыл әже Мақпал Мұхамбетова қонақта. Біз жалпы орталық туралы, кітапхана туралы, жалпы қыз-келіншектерге қатысты мәселелерді
қозғап өзіндік пікірлерін білдіруде қонақтарымыз. Бізбен бірге болыңыздар. Енді Әсем ханым, ең кішкентай оқырмандарымыз да бар шығар, көзі нашар көретін оқушыларымызға қандай жағдай жасалған, осы туралы айтып өтсеңіз. Енді жаңа да айтып жатырмыз ғой, қазіргі заманда тек қана бір кітаптың түрімен оқырмандарды кітапханаға деген қызығушылығын арттыра алмаймыз. Сондықтан кітапханада түрлі клубтар, үйірмелер жұмыс жасайды деп айтып өттім. Енді үйірмелер біздерде көп. Соның ішінде денсаулық, муза, спорт клубтары бар. Және де осында балаларға арналған Нұршуақ клубы жұмыс жасайды. Және Қуыршақ театры жұмыс жасайды. Біздерде енді өте кішкентай балалар жас енді 3-4 жастан бастап келе береді біздің кітапханаға. Ол ата-аналардың сұраныстары бойынша осы Қуыршақ театрына, Нұршуақ клубына балаларына келеді. Осында өздерінің уақыттарын тиімді өткізеді. Енді қолөнер жұмыстарымен айналысады балалар. Көбіне түрлі қуыршақтар жасайды. Өздерінің қолдарынан қандай қолөнер келеді, солармен айналысады. Сосын біздер мына кітапхана мектептермен, балабақшалармен тығыз жұмыстанамыз. Мектептегі балаларға, балабақшадағы балаларға барып, арнайы Қуыршақ театрына алып барамыз. Сонда өзіміздің өнерлерімізді көрсетеміз. Және балаларға өте қызықты. Өздері және Қуыршақ театрында барлығын балалар өздері жасайды. Мысалы, Алдар Көсемен бай қуыршағы бар. Оларды барлығы балалар өз қолдарымен жасап шығарған. Біздер солардың рөлін сомдап, балалардың уақытын тиімді өткізуге тырысамыз. Жақсы, бәрекелді. Бізде қоңырау бар екен, қабылдайық. Сәлеметсіз бе, көрермен, тыңдап тұрмыз. Ала, сәлеметсіз бе? Қайырлы күн. Мен Сырласу клубының мүшесімін. Есіміңіз? Гүлнәр. Қуаныштымыз. Аха. Жалғастыра беріңіз, Гүлнәр ханым. Атым Гүлнәр, енді осы клубтың белсенді мүшесімін. Бізде постоянно неге қатып тұрам, Сырласу клубына. Орамал тартып, сол мақалдарымызды айтып, ақылдарымызды айтып, біздерді қыздар жақсы қабылдайды. Құрметтейді, біз қыздарымызды мақтан тұтамыз. Тілегіңізді жеткізгіңіз келіп қоңырау шалдыңыз, бәрекелді. Енді осы клубымыздың ғұмыры ұзақ болсын, енді тезірек мына індеттен құтылып, сол клубқа бару арманымыз. Асқып күтіп жүрік соны. Қандай керемет. Жақсы, рахмет қоңырауыңызға, тілегіңізге ерекше іште риза болатындығы анық. Әрбір қызметкерге жалпы жақсы сөз жанды жадыратады дейді ғой, шабыт сыйлайтын шығар. Осы үлкендердің алғысы жалпы үлкен буынның батасынан артық ештеңе жоқ, шыны керек. Адамның жолының ашылуы да осыған байланысты болса керек. Алғысымызды білдіреміз көрермендерге, әсіресе оқырмандарыңыздың тарапынан осындай алғыстар келіп қуантып жатыр. Енді хабарласып жатқан клуб мүшелерінен де сіздердің сөздеріңізден байқап отырмыз. Осы әжелеріміздің орта буында ақ-орамал тартуына ерекше бір екпін беріп насихаттап жүр екенсіздер. Мақпал апа, ақ-орамалдың қасиетін, жаулықтың өзіндік қадірін айтып өтіңізші. Ақ-орамалдың қасиеті, анамыз деген өзінің басынан ақ-орамал тастамаған ғой, енді біздің көргеніміз. Әжемізде жаңағы біздің елде де түрлі-түрлі ғой. Мына кимешекті менің әжем киген жоқ. Ана орда жақтарда киді. Оның формасы да әртүрлі болады кимешектің. Көрдім бұлай киіп жүрген кісілерді. Енді құдағайлар болады ғой, сол құдағайлар киген. Енді менің ақ-орамал деген енді қиыншылық кезде де бір әппақ орамалды бүйтіп жайғанда сол нені өткізбеген ғой, андай-мындай мына жауға шапқанда, ауылда жауыш болмай қалғанда, кісі болмай қалғанда шапқанда бір әйел адам тұрып бүйтіп орамалын тастаған ғой, сонда тоқтаған деп осы кітаптарда жазады ғой. Ерекше бір қасиет бар, әйел адамға күш беретін, әйел адамның ерекше көркін келтіретін. Бізде тағы бір қоңырау бар екен, қабылдайық. Өйткені хабарымыздың аяқталуына бірер минуттар қалды. Сәлеметсіз бе, тыңдап тұрмыз. Сәлеметсіз бе, қайырлы күн. Қайырлы күн. Менің есімім Айша. Мен осы кітапхананың тұрақты оқырманымын. Қазір бала күтіміне байланысты демалыстамын. Осы кітапхананың тұрақты оқырманымын, Сырласу клубы мүшесімін. Мысалы, телевизордан көріп отқаныма өте қуаныштымын. Осы Мақпал апа сияқты, Күләш апа сияқты апаларымыздан салт дәстүр туралы өзімізге қазір жас келін болғандықтан
ақыл кеңес алып, осы клубтың шараларына қатысып тұрамыз. Бәрекелді. Клубтың сізге кәдімгідей пайдасы тиді, иә, құрылғалы? Әрине. Керек кезде ақыл кеңес аламыз. Жас қыздар, үлкен апалар, ол жерде жас талғамайды, барлығымыз қатысып, өте керемет шараларға қатысып тұрамыз. Жасыңыз нешеде, Айша? Жасым 28-де. Бәрекелді. Жақсы, рахмет. Рахмет сіздерге, осылай бағдарламаға рахмет, кітапхана ұжымына рахмет айтқым келеді. Шуақты күндеріңіз көп болсын деп тілеймін. Айтқаныңыз келсін. Міне тағы бір оқырман жас буыннан хабарласып жатыр. Енді жаңағы сырласу клубы деп жай ғана тасада қалса да айтылғанымен, бұның үлкен көмегі тиіп жатыр екен. Біз нәтижесіне куә болып қуанып отырмыз. Жалғаса берсін дегенде тілек бар. Енді бізде 1-2 минут қана қалды, сондықтан сіздерден қысқа тілек сұраймыз. Мақпал апа, не тілейсіз? Аспанымыз ашық, дұшпанымыз қашық болсын. Тек қана енді мынадан аман есен өтуге, еліміз, жеріміз аман болып, мынадан аман есен өтейік. Осы ауру сырқат бол деген баяғыдан да негізі болып тұрған зат қой. Енді мынаны кішкене қаттырақ деп айтып жатырмыз. Ауырмасын, ешкімде, бәріміз дені сау саламатта аман есен жүруге нәсіп етсін дейміз. Айтқаныңыз келсін, Әсем ханым. Қазірде бүкіл халықтың тілегі бір ғой, орын алып жатқан жаман індеттен тезірек құтылып, еліміз аман, жұртымыз тыныш болса деген бір тілек қана осы кезде. Тезірек балаларымыз мектепке барып деген сияқты өзіміздің кітапханаға оқырмандарымыз келіп, енді онлайн режимде жұмыстансақ та, енді 100-100 кездесудің өзі бір ғанибет қой, бір-бірімізді сағынып қалыппыз осы карантин басталғалы бері. Тезірек аман есен қауышайық деген тілегіміз бар. Әрине, жарқын күндерді, жақсы бастамаларды айтып, бізге студияға келетін күндер көп болсын, ендеше жақсы нәрселерді насихаттап, үгіттеп жүре беріңіздер. Тек сәттілік тілейміз. Қымбатты көрермен, бізде сіздермен қоштасамыз. Алдағы демалыс күндеріңіз сәтті өтсін. Дүйсенбіде дін аман жолыққанша аман болыңыздар.